Қазақ халқында қасқырлар қашанда жыртқыш, терісін сыпырып алсаң да қыңқ етпейтін қайсарлықтың символы. Ал қой болса, 4 аяғын буып союға шықсаң да жөнімді қырқады ғой деп жата беретін жуастықтың символы. Дәл осы мысалды өмірімізге қолданып көрсек қалай болады? Мысалы, адамдардың жетістікке жетуіне өмір сүретін ортасы барынша әсер етеді. Қасындағы екі досың миллиардер болса, үшіншісі сен боласың демекші, егер айналаңыздағы адамдардың бәрі алдыға ұмтылғыш, көздерінен от ойнайтын, жетістікке жеткен адамдар болса, онда күндердің күні сізде бір жерде жарып шығатын мықты тұлға боларыңыз хақ. Керісінше айналаңыздағы адамдар салғырт, бүгінін ғана ойлайтын, таяз ақылды кедей адамдар болса, онда сізде олардан асып ешқайда бармасыңыз анық. Сол себепті айналаңыздағы адамдардың кімнің кім екенін жете танып, бірге алдыға қадам басу үшін мен сіздерге әлемге танымал жапониялық бизнесмен Инаги Казуоның бай болғысы келетін адамдар алыс жүруге тиісті 6 түрлі адамдардың характерін айтатын боламын. Сәлем достар, бейнемізді бастамас бұрын арнамызға қолдау ретінде өз үлесіңізді қосып, құнды пікірлеріңізді қалдырып, алтын бармақтарыңызбен лайк басып жіберсеңіздер нұр үстіне нұр болар еді ағайын. Американың бизнес философы Джим Рон мырзаның пайымдауынша, сіздің ақылыңыз бен байлығыңыз жаныңыздағы 5 досыңызға байланысты екен. Сондықтан бейнеміздің басты мақсаты айналамыздағы араласатын достарымызды өз ой таразымыздан өткізіп іріктеп алуымыз керек. Өйткені ортамыз қандай болса, өмірімізде сондай болмақ. Бірінші, сізді пайдалану мақсатындағы достардан алыс жүріңіз. Достықтың мақсаты керек кезде бірін-бірі пайдаланып қалу емес, керісінше қолдан келгенше біріне-бірі көмектесу, бірге даму, бірге өсу. Ондай достардың көздейтіні өзінің жеке мүддесі ғана. Сондықтан ондайлар өзінен жоғары, мықты деген адамдармен араласып, өзінен керегін алып қалуға тырысады. Керек болмай қалғаныңызда лақтырып кете барады. Алдыңғы бейнелерімізде уайым қайғыдан бірден-бір сізді алып шығатын ол позитивті ойлайтын жақсы достар дегеніміз. Демек, жақсы дос дегеніміз қиыншылықтарда көмектесіп, барды да жоқты да бірге көретін. Және сен көңілсіз кезіңде көңіліңді аулай алатын позитивті достар керек. Екінші, негативті достардан алыс жүріңіз. Көп адамдар күйелі ағаш сияқты әрқашанда өзінің ішкі шағымын, ызасын, көңілі толмаған жерлерін сізге келіп айтудан жалықпайды. Сізге келіп шағымын айта бастаған сәтте, сіздің көңіліңізді аулау емес, керісінше өзінің негативті ойларымен бөлісуге шақырады. Сонымен қоса сіздің де көңіл-күйіңіз түсе бастайды. Бірақ өзі айтарын айтып жеңілдеп қалады. Бейне іші толған қоқыс шелекті сіздің аулаңызға төгіп кеткен сияқты. Бірақ оны шешуге тырыспайды. Ал сіз көмектесуге ниеттенсеңіз де, ол бәрібір де сіздің пікіріңізді теріске шығарып, проблемаларды шешуден қашқақтайды. Сондықтан ондай адамдардың сөзін оң құлағыңызбен тыңдап, сол құлағыңызбен шығарып тастағаныңыз абзал. Инаги мырза дәл осындай достардан амал бар барынша алыс жүруге шақырады. Өйткені дос деген бірге мұңайып, үмітсіздену емес, керісінше бір-біріне көмектесіп алдыға қадам басу керек. Кейбір адамдар ақырып, қатты сөйлеуді өзінің басты құрал етіп алған. Ылғи да қатты сөйлеп, адамдарды ренжітіп алғаннан кейін, кешір, мен кейде төтесінен айтып жіберемін деп көңіліңді аулаған сымақ болады. Бірақ бәрібір де іште жек көріп тұрасың. Негізінде төтесінен айтатын адамдар өзінің айтатынын ақтай алатын адамдар. Бірақ ит мінез адамдар басқа. Олар барынша қатты сөйлеу арқылы қарсы жақтың мысын басып, сонымен бірге өзінің абыройын көтергісі келеді. Сондықтан ол адамдар қарсы жақтың көңіл-күйімен мүлдем санаспайды. Тек өзі жеңсе болды, содан жаны рахат табады. Ондай адамдар қашанда өзінің дұрыстығын дәлелдеуге тырысады. Егер айқайласып қалсаңыз, басқа жағдайдың шешімін қарастырмастан, сол бетте сізді айқайлап жеңгісі келеді. Өйткені оған сондай уақытша жеңістер ұнайды. Сондықтан ондай адамдар қандай жерге барса да сыймай жүреді. Әрқашанда өз көңіл-күйін ойлайды. Сондықтан бұндай адамдармен барыс келісті дер кезінде тоқтатқаныңыз абзал. Төртінші, алдыңнан күліп, артыңнан пышақ соғатын адамдардан алыс жүр. Негізінде сізге қастық қылатын, көре алмайтын адамдардың көбі жақын сенетін адамдарыңыз болып келеді. Мүмкін оған сырыңызды айтсаңыз, ол айланып барып басқаға айтады. Достар арасындағы өзара сенімділік пен сырластық достықты жақсартатын бірден-бір себеп болса, онда жақыныңның сырын басқаға ашып беру, ол таза қастандықпен тең. Егер бірге жүрген досыңыз ылғи да сізге келіп, басқалардың жаман сөзін айтатын болса, онда ол сізді де басқаларға жамандап айтып жүр деген сөз. Нағыз достар сыр сақтай білуі керек. Қысқасы, бүгінгі сөзі мен ертеңгі сөзі екі басқа достардан сақ болыңыз. Олар сіздің бетіңізге күліп қарағанмен, сыртыңыздан жамандап, сізді жер қылып жүрмесіне кім кепіл? Сондықтан ондай адамдармен ат кекілін кескен дұрыс. Қандай дос болмасын, әрқашанда өз ішкі қорғанысыңыз болғаны жақсы. Өзіңді өзің сыйласаң, жат жаннан түңілер деген осы. Бесінші, жеңілістен қорқатын достардан алыс жүр. Бұндай достар өзін қашанда басқалардан жоғары тұрғанын қалайды. Егер өзінен жоғары деңгейдегі адамды кездестірсе, одан ебін тауып бір қателігін бетіне басып, өзінің одан жоғары екенін көрсеткісі келеді. Ал бұндай адамдардың қателігін көріп мойындату оларға өлгенмен бірдей болады. Өйткені олар жеңілістен қорқады.
Сол үшін де олар қашанда жеңілістен өзін қорғаштап, еш нәрсеге батыл қадам жасай алмайды. Ал бұндай мінезі бар достармен сіз ешқашанда ұзаққа бара алмасыңыз анық. Өйткені өмір деген өз ішкі сеніміңіз бен тәуекелден тұратын тайталас. 6-шы, жауапкершілігі жоқ достардан алыс жүріңіз. Жауапкершілік деген тек қана ақшаға қатысты емес, ол мүмкін уақыт, болмаса сенімділік. Адал достар қашанда бір-біріне көмектесу керек. Егер басыңызға бір қиындық орнап, достарыңызды іздеген кезде жалтарып, өзінің басындағы проблемасын сенен де таудай етіп айтып, тайқып тұрса, ондай достан үзілді-кесілді бас тартыңыз. Өйткені сіз оған керек болып қалғанда қарбалассыз ба, мүмкін жағдайыңыз келмей қалды ма, оған бәрібір. Сіз оған көмектесуге міндетті сияқтысыз. Егер көмектесе алмасаңыз, сізден асқан жаман адам жоқ сияқты бұл өмірде. Сондықтан мейлі жұмыста, мейлі махаббатта, отбасыда болсын, бірге өсу, бірге даму қашанда өмір сүрудің алғы шарты болып есептелмек. Өмірде ең үлкен жіберетін қателіктеріміздің бірі көп жағдайда жоқ деп айта алмауымыз. Кейде қанша жерден көңіл жақын дос болсаңыз да, жағдайыңыз келмесе жоқ деп айтудан еш қысылмаңыз. Себебі өмірдің әрбір минуты алтын. Біз сол алтындай уақытымызды мәнді мағыналы істерге ғана жұмсағанда өміріміз жеңілдей бастайды. Сонымен бірге ұсақ-түйек бас аурулардан арылатын боласыз. Бұның бір жай ғана мысалы өз атыңыздан басқа біреуге кредит алып беру. Бұның қандай қисынсыз шаруа екенін бастан өткерген кісілер жақсы біледі. Сол үшін де көмектесуге татымайтын адамдарға қашанда жоқ деп айта біліңіз. Және өзіңізбен сыйласатын, бірге дамығысы келетін адамдармен дос болуға асығыңыз.